Барлығына сәлем достар. Бүгін жүктеме деп аталатын 2020 жылғы ғылыми фантастикалық сериалдың алғашқы 3 сериясы туралы айтып берейін. Алыс болашақ. Әлем адамзаттың таңғажайып өнертабыстарына толы және виртуалды шындық әрбір адамның өмірімен тығыз қайылысады. Енді әркімнің ең үлкен арманы жүктеу болып табылады. Өлімнің орнына келген сандық әлемдегі өмір. Бұл туралы барлық арналарда айтылады. Бірақ өкінішке қарай, бұл арзан ләззат емес болғандықтан, әркімде рахатқа ие бола алмайды. Бірақ Энтони жүктеме мониторының сол жағында не болып жатқан ешкім білмейтінін айтты. Өйткені ол періште болып жұмыс істейді, немесе ең ірі агенттікте куратор деп айтуға болады. Оның өзінің аватары қаншалықты пайдалы болып, жаңа әлемге қаншалықты тез бейімделетініне қызметкердің рейтингі және тиісінше оның жалақысы байланысты. Міне қазірде Лораның жаңа қамқорлықтағы адамы бар, және қыз оның өз даусымен тыныштандырып, оның қайда екенін түсіндіруге тырысады. Бағдарламашы Натан Браун өзінің өзі басқаратын машинасында ата-анасына кешкі асқа бара жатыр. Онда ол оларға қызы Ингридті таныстыруды жоспарлап отыр. Бір кезде жігіт көлікті қолмен басқаруға көшеді, бірақ оны дереу виртуалды полиция қызметкері тежеп, Натанның туыстары мен достары жиналған отбасылық салтанатты автокөлікті техникалық тексеруден өткізуді жазып жіберді. Қызы Ингрид олардың отбасынан 3 ұрпаққа арналған лимитсіз абонемент сатып алғанын мақтайды. Жақында ол Лейкте тұратын әжесінің 100 жылдық мерейтойына баруды жоспарлап отыр. Жұп барлығымен қоштасып, үйлеріне қайтады. Дүкенге тоқтаған Ингрид күйеуінен азық-түлік сатып алып, оған баруды сұрайды. Бірақ сатып алғаннан кейін Натанның көлігі бағдарламада істен шығып, жүк көлігінің астына түсіп кетеді. Аталған жігіт компьютерге Нораға ұшып келеді. Аватарды құруға бір түн ғана бар. Жаңадан келген қыз оның ескі фотосуреттерін жинап алады да, жігіттің басына кішкене ғана шашты қойып көңілін көтереді. Оның әріптесі үнемі әлдеқайда сүйкімді кейіпкерлерге ие болады. Осы уақытта ауруханада дәрігерлер зардап шегушіні құтқару мүмкіндігін талқылайды. Бірақ Ингрид жігіттің жай ғана қайтыс болу қаупін төндірмей, жүктемесі туралы құжатқа қол қоюын талап етеді. Қыздың және ер адамның анасының көз алдында арнайы жабдық пациенттің басын бұзып, оның барлық мазмұнын жеке басын қалпына келтіру үшін бағдарламаға жібереді. Натан Лейк, Вью және Нораға түсіп, өзін періште ретінде таныстырып, қысқаша нұсқау береді. Бірінші күні жігіт өмірінің түрлері мен жағдайларына тәнті болады. Бірақ Ингридтің рұқсатынсыз өзіне қосымша ештеңе сатып ала алмайтынын білгенде, оның көңіл-күйі тез өзгереді. Өйткені оның шоттарынан жігіттің шатқалда тұру ақысы төленеді. Бірақ Натан тегін ойын-сауықта табады. Мысалы, терезе сыртындағы жылдың уақытын таңдау, немесе таңертеңгі ас ішуге берілген аспаздық ізденістер үстелдерінен жоғалып кеткеннен кейін тамақтануға мүмкіндік беретін. Бұлғын автоматта глюк сияқты. Айтпақша, ер адам люкпен қазіргі жағдайда үйреніп қалған және Натаға бәрін шешуге көмектесуге дайын көңілді жігітпен танысады. Жігіт Ингридпен хабарласты. Натан досынан шағын барға және басқа да артықшылықтарға қол жеткізу үшін оған код жіберуді сұрайды. Бірақ ер адам маңызды істерге сілтеме жасап, әңгімеден қашып кетеді. Осы кезде Нора әкесімен бірге үйде кешкі ас ішеді. Онымен оны жүктеу туралы әңгіме қозғап отырған бірінші емес. Бірақ ер адам заманауи технологиядан бас тартып, ескірген әдіспен қайтыс болып, жұбайымен басқа өмірде кездесуге үміттенеді. Аумақта жүрген Натан виртуалды әлемді зерттеп, бағдарламадағы кейбір саңылауларға тап болады. Суға секіретін жүзушілердің бір кезеңділігімен барлық уақытта жарқырау пайда болады. Ауада тәуелді болады. Ал бұта жапырақтарында компанияның логотиптері белгіленген. Бәрі де ер адамға шынайы емес сияқты көрінеді де мұңайып кетеді. Ол өзін-өзі ұстап, жағымды жағдайға келтіруге тырысады. Басында тұрып тұрған шашына да жігіт ашуланып, өзінен өзі асыра сілтенді, және жігіт Натан мұны тоқтату туралы шешім қабылдап, аймақтың сыртына ақпарат ағынына, жарық бағаналарына аттанады. Онда жүктелген кейіпкерлер өмір сүруін тоқтатады. Бірақ дәл соңғы сәтте өзінің қамқорындағы куратор оның өмірден ләззат алуына сендіріп үлгереді. Бұл үшін оператор тіпті өзінің шын атын да атайды. Бұл компанияның ережелеріне қайшы келеді. Тыныс алған соң қыз ауысымды аяқтайды. Натан өз бөлмесіне оралып үйіне кеткенде, компьютер экранындағы меңзер жана бастайды. Адамдар жанында болмай Натан қалтасындағы деректерді себетке жылжытады.
Нора танысу сайтындағы жігітті өзіне шақырады және екі серіктесі де денесіне қорғауды желімдеп, екі жақты келісімді растағаннан кейін онымен бірге бір түн өткізеді. Бірақ жігіт өз қажеттіліктерін қанағаттандырып, сайтта қыз туралы теріс пікір қалдырып кетеді. Натанды питомниктер мен терапия тағайындайды да, ол үлкен сөйлейтін лабрадор психотерапевт алады. Жігіттің ағынға секіргісі келген себебін анықтап алу. Лабрадор клиентке қабат бойынша көршілермен танысуға және Натанның танысатын 5 таныс болуға тапсырма береді. Бірақ олар достық қарым-қатынаста болғысы келеді. Нора бастықтың кабинетіне келіп, одан әкесін жүктеу үшін қызға несие беруге дайын банк үшін құжатқа қол қоюды сұрайды. Бірақ директриса қызметкері көмектесуден бас тартып, оған рейтингін айтарлықтай көтеріп, кейін әңгімеге қайта оралуды ұсынады. Бірақ қыздың қамқорлықтағылармен қарым-қатынасы жақсы емес. Ингрид Натанның мәйітін жерлеу рәсіміне дайындалады және алдағы салтанат туралы айту үшін оған қоңырау шалады. Қыздар үшін бұл маңызды шара болмақ және ол тамақ гүлдеріне және өзінің сыртқы көрінісіне қатты алаңдайды. Достарын іздеп, Натан қарт жігітпен танысады. Ол жігіттің өлім жетімін естіген соң жазатайым оқиғаға сенбейді және осының бәрі ойдан шығарылғанына сенеді. Бағдарламашы жетекшілік еткен жоба Израиль бизнесіне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін ғой. Ер адамның ата-анасы қызды тергеу үшін керекті адамды жалдайды, себебі олардың да ұлының өліміне күмәні бар. Көлік апат болған күннен бастап ештеңені жазбаған болып шықты. Бұл одан да көп сұрақ тудырады. Натан Нораға оның жадында сәтсіздіктер болып жатқанын мойындайды және ол өз өмірінен бұл көптеген маңызды сәттерді естен шығармайды. Мысалы, ол соңғы кездері қандай жобамен жұмыс істеген немесе өзінің түлегінен шыққан әнін мүлдем естен шығармайды. Нораның рейтингі мүлдем төмен түсіп бара жатқанын көрген Натан қалаған нәтижеге қол жеткізуге көмектесу үшін оған жоғары баға береді. Сол үшін қыз өзінің естеліктерінен бүлінген файлдарды қалпына келтіруге тырысады. Видеоның бірінде ол өзі жұмыс істеген жоба туралы қызық әңгімені көреді. Жерлеу күні басталады. Ингрид виртуалды шындық көзілдірігінің көмегімен күйеу жігітке келіп, оған ұзақ уақыт дайындаған іс-шара стиліне сәйкес келетін костюм таңдайды. Брейд, Джами және Бутон екеуінің күлкілі үштігі Натанды ашуландырады. Бірақ ол оны ренжітуден қорқып, сүйіктісімен шыдамдылықпен келіседі. Бірақ маңызды оқиға жұптың өмірінде ғана емес, жалпы әлемде де болып отыр. Бәрі де теледидар экранына жабысып, виртуалды шатқалда болғандарды жаңа нысанда жер денесіне тікелей эфирде қайтаруға тырысады. Яғни әркімнің өзінің санасымен өмір сүруді жалғастырып қана қоймай, үйреншікті жер әлеміне қайта оралуына мүмкіндік туады. Натан эксперименттің нәтижесінде асыға күтті. Бір кезде осы мүмкіндікті пайдалана алады деп үміттенеді. Бірақ тәжірибелі адам көзін жұмып, мұрнынан қаны шығып кеткен кейін, бірнеше секундтан кейін ештеңе шықпайды. Ал бірнеше секундтан кейін ол жай ғана жарылып кетеді. Барлығы жерлеуге жиналады. Ингрид номиналды үйде қабылдау ұйымдастырды. Натан өзінің досымен бірге кішкентай виртуалды шіркеуде басталуын күтеді. Ал Нора кейбір таныс ерлер мен оның бұрынғы достары жиналған кішігірім виртуалды қаралы залға келеді. Үйде қоштасуды нашар еске түсіретін жағдай қалыптасады. Өйткені Ингрид нағыз кешті демеушілер мен қонақтарға арналған сыйлықтар пакетін ұйымдастыруға тырысты. Натанда болып жатқан оқиғалар біршама таң қалдырады. Бірақ ол өзіне жақын адамдардың ішінен тек қана оның ата-анасы ғана келгенін түсінгенде жақсылыққа деген сенімін жоғалтады. Келіншегі ол туралы және сезім туралы сөздердің орнына сөз салған кезде сары шашты қыз сана сезімді денеге көшіру тәжірибесі сәтсіздікке ұшырағанына қаншалықты өкінетінін туралы айтады. Жұптарда қақтығыс болады да Ингрид сүйіктісінің оның пікіріне қарсы шықса, оны мүлдем алып тастайтынын айтып қорқытады. Нора сырттан болып жатқан оқиғаларды мұңайып бақылап отыр. Детектив те рәсімге келіп, Ингридпен сөйлесуге тырысады. Апат күні Натанның жағдайы туралы және оны құтқаруға болатын туралы ауруханада білгенін білдіреді. Бірақ қыз сұхбаттан бас тартады. Ал Натан өзінің алыс туысын осындай кейіпте көргенде таң қалса да, оның болжамдары мен күдіктерін қызығушылықпен тыңдайды. Үйіне қайтып оралған Нора сол қалпына келтірілген видеоларды сөйлескен Натанның серіктесіне қоңырау шалады. Ер адам жігіттің қаза болғанын білгеннен кейін таң қалады, бірақ бейтаныс әйелмен жұмыс істеуге туралы сөйлесуден бас тартады. Бөлмеде жалғыз қалған Натан тағы да Джеймге өзінің ең жақсы досы мен серіктесіне хабарласуға тырысады.
бірақ ол әдеттегідей қоңырауларға жауап бермейді. Еркек онымен қоштасуға ешкім келмегендіктен қатты қиналды. Ол досымен сөйлеспей-ақ көруді күткен адамдардың бірі болған. Жүрегі ауыр жігіт кереуетке түсіп, қолын қойып, өзін бүгін болуға тиіс қалпында елестетті. Осымен 3-ші серия аяқталды, достар. Егер сізге телехикая ұнаса, онда осы видеоға қолдау көрсетіңіз. Біз 7 сериядан келесі роликті жасап, 1-ші маусымның қалай аяқталатынын білетін боламыз.